Балалар, бүгін біз сабақта ересектерге коронавирустық инфекцияның таралуын тоқтатуға көмектесу үшін не істей алатынымыз туралы сөйлесетін боламыз. Мектептегі гигиена мен мінез-құлық ережелерін талқылайық. Біз мектепте бетперде тағуымыз керек. Бетперде бізді вирустан қорғайды. Қолды сабынмен жиі жуу керек. Жуылмаған қолмен бетіңді, мұрныңды және аузыңды ұстама. Қол вирустың адамнан адамға жұғуының кең таралған тәсілі. Сондықтан қолды сабынмен жиі жуу COVID-19 вирусының таралуын болдырмаудың маңызды әдістерінің бірі. Ең аз дегенде 1 метр арақашықтық сақтау маңызды. Түшкіру немесе жөтелу кезінде ауызды және мұрынды бүгілген шынтақпен немесе қағаз майлықпен жауып, кейін қағаз майлықты жабық жәшікке тастау керек. Бір қалам мен қарындашты қолдануға болмайды. Сендерде кеңсе керек жарақтарының жиынтығы болуы керек. Егер сендер біреуге сызғыш берсеңдер, оны қайтадан қолданар алдында антисептикпен сүрту керек. Егер жөтеліп өзіңізді жайсыз сезініп қызуың көтеріліп тұрса, онда ата-анаңа хабарла. Үйде қалуға тырыс, өйткені сен сыныптастарыңа жұқтыруың мүмкін. Өз хал-жайларыңды бақылаңдар. Егер мұрыннан су ағу, жөтел немесе қызу болса, ата-аналарыңа міндетті түрде айтыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Деніміз сау болу үшін әрқайсымыз осындай қарапайым, бірақ өте маңызды ережелерді сақтауымыз керек.